Bölümce uykudan dur. Anlaşıl bu şimdi. Yes. Anlattım. Tanıttı. Bu asker. Jongir tur. Askerdesin sen. Bo. Bo. Uykunu aşağı mısın? Yürüyemezsinler. Bizi temiz. Bir qatarga saplatıramiz. Oңға. Жаттық олаңна қарай. Жүгірі, ады, бас. Кеттік. Bir, екі. Onға дейін санай. Кел санау басталады. 10, 9, 8. Жалпы күннен күнге нормативтерің жақсарып келеді жауынгерлер. Жарайсыңдар. Sıral Mırza, sırak olsat mı? Рұқсат. Bugün kanay takır ötemiz. Дұрыс сұрақ. Бүгін теориялық сабақта алғашқы көмек көрсетудің түрлерін үйренеміз. Ал тәжірибе жүзінде қол гранатасын лақтырып үйренеміз. Жалпы қызық күн болайын деп. Түсінікті ме? Evet, solay. Түсінікті болса, оңға. Асханаға, таңғы ас ішуге, ады, бас! Арнайы осындай түтікше болады. Бұл сарбазға тыныс алу жолдарына зақым келген кезде осы түтікше арқылы жасанды дем береміз. Бұдан әрі жас жауынгерлер қандай жағдайға тап болатын көресіңдер. Командир оларға қаншалықты күрделі сынақ дайындаған екен. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше барлығы түсінікті болса, орнымыздан тұрамыз. Жауынгерлер осымен сабақ аяқталды. Келесі сабағымыз F1 гранатасын лақтыруды үйренеміз. Түсінікті ғой? Evet, solay. Сол иғалға тура. Жөн, тек тұр. Жауынгерлер, бүгін біз қол гранатасын өтетін боламыз. Bitkin yerim o şart. Tunus. Жауынгерлер, бұл F1 әскери жауынгерлік қол гранатасы. Бүгінгі сабақта осыны өтетін боламыз. Және де лақтырып үйренеміз. Ел аузында оны лимон деп атайды. F1 қорғаныс гранатасы француздық F1 гранатасының және 1915 жылы Лемон жүйесімен шығарылған гранатаның үлгілері бойынша жасалған. Сондықтан оны лимонка деп F1 деп те атайды. Жауынгерлер, F1 гранатасы жарылған кезде 290 ірі ұшқындарға бөлінеді. Және де секундына 730 метр бөлшектер осындай жылдамдықпен ұшады. Қол гранатасының сипаттамасы: салмағы 600 грамм, ұшқынның салмағы 60 грамм, ұшу ұзақтығы 35-45 метр, баяулау уақыты 3,5-4,5 секунд. Ұшқындардың ұшу радиусы шамамен 200 метр. Түсінікті ме? Evet, solay. F1 гранатасы сипатына сәйкес оқу гранатасы қолданылады. F1 гранатасы 40-90 жылдары әлем бойынша ең көп қолданылған жарылғыш зат болып саналады. Ендеше жауынгерлер F1 гранатасымен танысыңдар. Ұстап көрсеңдер болады. Танысып болған соң бір-бірлеріңе беріңдер. Mesela şın granatası siyah eken. Şın granata bu. Jarılıp üzülmesin. Осымен бүгінгі біздің оқу жаттығуымыз аяқталды.